Қайырлы күн, менің каналымдағы жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркеліп лайк басып кетіңіз. Бүгін осындай корейский морковча дайындайтын боламыз, яғни сәбіз салаты. Бізге осылар қажет болады. Сәбіз үлкен болғаны жақсы, теркадан өткізген кезде де ұзын-ұзын әдемі болып көрінетін болады. Сәбізімізді енді теркадан өткіземіз. Дайын болған сәбізге тұзымызды және де шекерімізді салып араластыратын боламыз. Және де айта кететін жайт, чеснокты теркадан өткізіп қоссаңыз болады. Менде чеснок қалмағандықтан мен қоспадым. Қосымша ретінде қызанақ пен қияр қоссаңыз да болады. Сәбізді араластырған уақытта жаймен араластыру керек. Қатты қысып жерсеңіз соғы шығып кетуі мүмкін. Және де шекер мен тұзы жақсылап ерігенше араластыратын боламыз. Келесі кезекте паприка, қара бұрыш және қызыл бұрышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болып, майға уксусымызды құйып, араластырып алып, одан кейін сәбізімізге салып, жақсылап араластыратын боламыз. Егер де ұнататын болсаңыздар, өз қалауларыңыз бойынша көкшөп қоссаңыздар болады. Мен укроп пен көкпияз қостым. Салатымыз дайын болды. Бұны бірден немесе холодильникте сақтап 2 аптаға дейін жесеңіздер болады. Ас болсын.